Бүгін Кентау қаласына қарасты Бабайқорған ауыл округінің Месата ауылына сыйлы болған Малдыбайұлы Әмір би мен Сазабек қызы Орынша ананың басына көктас қойылды. Еске алып, Құран бағышталып жатқан би бабамыздың қара шаңырағындағы іс-шараға Әмір бидің сүт кенже қызы Ұлпатшы анамыз қатысты. Ал Әмір бидің кіндігінен тараған ұрпақтары бүгінгі жиынды ұйымдастырды. Мынау бүгін менің ата-анамды еске алып, атап ескертіп өтіп атсыздар. Сіздерге көп рахмет. Менің әкем жас ертеректе кеткен. Анам кейін қайтқан оқысыны білем, жерлеп, бәрін күтіп жібергенбіз. Орынша деген анам, Әмір деген әкем, уағында өзіне лайықты қызметін істеген, бай бақуат болған, сондай кісілер тұғын. Би болыс болған, мынау өскен жері, мынау елі, жұрты осыра, мынау әулие жақын қасында желеп жебеп жатқан шығар. Кезекті өзінің өміріменен дүние салды о кісілер. Құда қаласа, ең сүт кенжесі кенжетайымын, 13 құрсақ көтерген анамыз. Содан қалған жаңғыз мен болып отырмын. Енді ағамнан қалған перзенттері 9 бар еді, 8 қалды қазір, біреуі дүние салды. Құдайға шүкір, барына береке, қалғанына береке берсін Құдай. Өсіп өніп, бар жақсы деген осы, осындай әрекет қылып әйтеуір атсалысып бәрі. 19 ғасырдың екінші жартысында дүниеге келген Әмір би еліне сыйлы құрметті азамат болған екен. Тіпті ауыл биі болыстық пен ауылнай қызметінде атқарған. Оған дәлел сол қызметінде пайдаланған осы кезге дейін жасырылып сақталып келген ғасырлық тарихы бар мөрі мен төсбелгісі. Ал оның жары Сазабек болыстың сүт кенжесі Орынша анамыз бір рулы елдің бибі Фатимасы атанған сыйлы жан болған екен. Бүгін сыйлы азаматтың ұрпақтары ас беріп, марқұмдарға Құран бағыштады. Әкеміз Ұлы Отан соғысының бірінші топтағы мүгедегі болды. 9 бала дүниеге Фатима анамыз екеуміз келдіріп, бәрін орнына жайғастырып. Ал енді ол кісі Әнәпияның әкесі Әмір бабамыз кезінде Қызыл коммунистік партияға дейін осы қазақ халқының ауылдық жеріндегі жаңағы ел басқарған сауатты кісі болған. Бірақ Совет үкіметі Қазақстан елін жаңағы революция арқылы советтік социалистік жаңа республикаға етіп жариялағаннан кейін жаңа қазақтың бас көтер сауатты, бақуатты кісілердің бәрін тегіс, болыстарды жаңағы ел басқарған кісілердің бәрін тегіс, оларды қамап, болмаса айдап, қуғын сүргінге ұшыратқан кезде біздің бабамызда, атамызда соған ұшыраған. Ұйымдастырылған жиыннан соң имамдармен бірлесіп атақты аңыздағы Мес бұлағының түбінде жерленген марқұмдардың басына барып Құран бағышталды. Бұл жиынға келіп атсалысқандардың бірі жиені Нұрзада Әбдібек қызы. Ол Алматы қаласынан осы жиынға қатысу үшін арнайы келген. Нағашы атам Әмір болыспенен, нағашы әжем Орынша Сазабек қызының басына белгі қойылып, бүгін еске түсіріп, Құран бағыштауға қатысып отырмын. Сондықтан енді өзім нағашы әжем осы Орынша 100-ге келіп қайтыс болды. Сонда есімде бәрі жақсы. Мен ол кезде 79 жылы қайтыс болғанда, мен бір 6 класс оқитын. Сол біздің үйге өте сирек келетін ол кісі. Келгенде папам енді өте қатты сыйлайтын әкем. Сосын жаңағы неше түрлі қызыл матаны жақсы көретін еді әжеміз. Қызыл маталар алып келеді, енді ол кезде кішкентаймыз, білмейміз соны. Жамбасына басын жинап жатады енді соны. Сосын жаңағы кәмпиттерін бәрін қалтасына салып, ана көрпесінің астына түйіншекке түйіп жатады. Содан кейін әже кәмпит берші деп сұраймыз барып. Сосын
енді басқа жерде кәмпиттер толып тұрса да ана әжемнің кәмпиті бір бізге тәтті болып көрінеді. Одан ол әже береді, мә деп қарап жаңа ішінде мыжылғанын сондайын тауып береді. Сосын бір айналып барып тағы да әже кәмпит берші деп. Сосын сен жаңа алғансың дейді. Сонда ақыл есі жақсы парасаты. 95-те 96-дағы қария ғой. Соны айтады, сен Нұрзада емессің ба, сен жаңа алдың ғой деп айтады. Сосын мен оны жаңағы қулық енді менікі. Бір қатырғандай болып өзім ойлаймын жаңағы. Әже ол алған Гүлзада, мен Нұрзадамын деймін. Сосын жаңағы, я жарайды деп түсінбегенсіп жаңағы кәмпитін тағы да береді. Көкембердібайқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.